Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. İslam және медицина. Allah subhanahu ta'ala қасиетті Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шәріфтерінде мұсылманның денсаулығының нығмет екендігі және де сол денсаулықты аманат етіп сақтауы уәжіп екендігіне байланысты аят хадистер келген. Аллах субхана тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінде Аузу биллахи минеш шайтанир раджим ва ла тулқу би айдикум иля тахлука. Я мұсылмандар, өздеріңізді құрдымға, зиянға жібермеңіздер дейді. Осы аяттың тәпсірінде, яғни әр мұсылман өзінің жанына, тәніне зиянды нәрселерден сақтану керек екендігін ескертеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде «Ниғматани мағбунун фихима кафиру минан нас» дейді. Сондай екі үлкен нығмет бар, көп адамдар ол нығметке мән бермейді дейді. Ол денсаулық және бос уақыт. Яғни адам өзінің денсаулығын сақтауы, оны күтінуі, медициналық дәрі-дәрмектерге, медициналық мамандарға жүгінуі ол мұсылманның бірден бір уәжіп амалдар екен. Егерде медицина ілімі ғылымның үстінде құралса, әр нәрсесі дінге, яғни Құранға, хадиске қайшы келмесе, оны алу, онымен емделу, ол исламда құпа-құп қолданатын амалдардан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Муслимде келген хадисте, және де Байхақида риуаят етеді, Алла тағала әрбір ауруға емін шипасын жіберді. Егерде сол ауруға ем шипасын, дәрісін дұрыс пайдаланған болса, ол пенде, ол ауруынан шипа табады дейді. Демек, осы тұста біз себептерге сүйенуге мұқтажбыз. Яғни, емді шипаны Алла тағала береді, бірақ та Алла тағала ем шипа береді екен деп, қол қусырып, тек қана Алладан сұрап отыра беру, ол исламда құпталмайтын сенімдерден. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі де Алла тағала ауру жіберді, аурумен бірге емін жіберді. Сондықтан емделіңдер, емделген кезде Аллах тағаланың харам еткен нәрселерін қолданбаңдар дегенде хадисі бар. Бұл хадисіне түсінетін нәрсеміз, яғни әрбір мұсылман қандай да бір ауруға оған жететін болса, оның ем жолдарын әртүрлі жолдармен қарастыру керек болады. Мұсылмандар сонау заманнан өздерінің бойындағы дерттерін Құран арқылы, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның нұсқаған хадистерінде сүйене отырып, қара зеременен емделген, қан алдыру хиджама жасауменен емделген, тіпті араның балымен де емделген риуаяттары келеді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы нәрселер арқылы емделіңдер деген бір емес бірнәрсе хадистерінде кездестіріп жатамыз. Сондықтан да мұсылмандар қай ғасырда өмір сүрсе де, қай заманда өмір сүрсе де, өздерінің денсаулықтарына пайдасын келтіретін дәрілерді қолдану, алдын ала жұқпалы аурулардан сақтандыратын дәрілерді қолдануы, оны қабылдауы денсаулығын сақтауының, денсаулығының қорғауының бір түрі болып есептелінеді. Усама ибн Зайдтен риуаят келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынандай хадисі бар. Егерде бір қауымда оба шықты деген ауруды естісеңіздер, ол қауымға бармаңыздар. Егерде сол қауымның ішінде болып қалсаңыздар, сыртқа қарай шықпаңыздар дейді. Яғни, қандай да бір аурулар тараған уақытта алдын алу шараларына да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ескертіп жатыр.
Демек, мұсылманның әр кезде денсаулығын сақтауы және де денсаулығына пайдалы нәрселерді қолдануы, медицинаға жүгінуі, ол исламда бұйырылған, құпталған амалдардан екен. Сондықтан әрбір мұсылман өз денсаулығының қадірін біліп, Аллах тағаланың нығметіне шүкір етіп, Аллах тағаланың және де пайғамбарының денсаулықты сақтауға берген нұсқауларын дұрыс етіп түсініп, ұстануын Аллах тағала нәсіп етсін. Ахиру дауана, альхамдулиллахи раббил аламин.